Құрметті көрермендер, құрметті менің Гүлсер әріптестерім, бүгін мен сіздерге экзотикалық жемістерді қалай жемістердің қалай өсіп жатқандығы жайында сіздерге панорамалық хабарлама жасамақпын. Сондықтан сіздерге осы видеом ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркелуді сұраймын. Бүгінгі әңгіме мынау мандарин ағашы, авокадо ағаштары, міне авокадо екеуі де. Одан кейін мінекей алма ағашы, имбир кәдімгі өзіміздің тамырын базарлардан алып жейміз ғой. Сол имбир қалай өсіп жатқандығы үй жағдайында, және жаңғақ ағашының жағдайы қалай болып жатыр, мінекей сол жайында айтпақпыз. Анар ағашының жағдайы қалай болып жатыр, міне жарты метрдей болып өсті бұл. Мынау құрма қалай өсіп жатыр, бұл да алды биіктігі жарты метрге жеткендері бар, және 20-30-40 сантиметрге келген жемістері бар. Ал мынау кивиді де мінекей өсіріп, осылай байқап көріп жатырмыз. Бұнда кивидің 4 бұтағы, 4 дәні өсіп келе жатыр. Ойлары кішкене көтеріліп келе жатыр, мінекей киви ғой мынау. Ал міне осылар жайлы біз қысқаша айтамыз бүгін. Құрметті Гүлсер қауым, бүгін мен сіздерге мынау өсіп жатқан экзотикалық жемістердің барысын көрсетпекші едім. Мінекей мына жерде біраз нелер өсіп тұр. Мынау мандарин, қазір кішкене көрсетейін, ортаға қойып. Мынау мандарин ағашы, қазір мінекей бойы қанша? 30 сантиметрдей. Мінекей мына жерден бастап жоғарысына дейін 30 сантиметр мандарин. Ал енді мынау келесі өсімдігіміз, ағашымыз біздің мынау имбир да мінекей 25-30 сантиметрге жетіп қалды. Мінекей негізінде 3 түп отырғызғанмын, 1 түп, 2 түп, 3 түп болған, негізі 3-ақ түп отырғызған. Енді бір үлкен мына түптің астынан тағы да өзі жаңа бір бұтақ шығып келе жатыр. Өйткені астында имбирдің түбірі бар ғой, еккен. Содан жаңадан тағы да бір 4-ші бұтақ шығып келе жатыр. Имбирдің бойы мынау қиғаш болып тұрғасын, міне мен тіктеп көрсетіп жатырмын. Бойы міне 30-40 сантиметр болып қалды. Міне бұл имбир. Енді мен мынау келесі тағы бір өсіріп жатқаным салтанат алмасы. Салтанат алмасының дәндерін осылай неге топыраққа салған едім. Мынадай болып өскен. Онда да міне 10 шақты жапырақты салды. Міне салтанат алмасы 10 шақты жапырақ салды. Әдемі болып өсіп келеді. Енді келесі сіздерге көрсетейін деп отырғаным мынау киви. Кивиді мен көп болған, бұтақтары өте көп болған. Бірақ та соның еккен дәндерім өте көп болған. Бірақ соның ішінде мынау міне 1, 2, 3, 4 түбі әжептәуір көтеріліп өсіп келе жатыр. Кейбір дәндер міне енді шығып келе жатқандары да бар. Шет жақтарында, бірақ енді олардың әрі қарай өсе ме, өспей ме білмеймін. Ал енді мынау 4 бұтақ әрі қарай өседі деген ойдамын. Осыларды енді аман сақтап, үлкен өсімдік болып, тал болып өсуіне жаңағы жағдай жасауым керек. Мінекей бұл ма? Енді келесі сіздерге көрсетейін дегенім мынау жаңағы Ташкент құрмасы. Бұл онша жаңағы күтімі жақсы болмады ма білмеймін. Жапырақтарының жан-жағы сарғайып, бірақ енді әйтеуір өсіп келеді. Мінекей 4-5 жапырағы бар, мінекей. Осылай өсіп келеді бұл Ташкент құрмасы. Ал келесі біздегі жаңа мандаринді көрсеттім. Енді келесі мынау нені көрсетейін. Келесі көрсететінім мынау
жаңғақ ағашы. Жаңғақ ағашы жапырағы өте жалпақ болады, ірі жапырақты. Неге өсімдікке жатады? Бұлардың да бойлары, егер тіктеп қоятын болсақ, 30 сантиметрден асып барады. Міне түп жағы мынадай. Жаңғақтың дәні екі жарылған күйінде тұр. Өте жақсы өсіп келе жатыр бұл. Мінекей былайынан да көрсетейін айналдырып. Міне жапырағын жайып әдемі өсіп келеді. Ал енді мен мынау авокадо жаңағы дәнінен 3 өсірген болатынмын. Сол 3 авокадо дәнін қазір кезектестіріп көрсетейін. Мынау жаңағы бір авокадом. Авокадоның жапырағы өте үлкен болады екен. Үлкен адамның алақанындай болып, мінекей мынау менің алақанымды толық жабады. Міне 2 жапырағы, кейінгі шыққан 2 жапырағы өте үлкен болып шықты. Алдыңғы ең бірінші өскен мынау жапырақтары, жаңағы алғашқы өскен жапырақтары мынадай кішірек болып шыққан еді бұның. Міне бірнеше жапырақтары бар. Кейін 2 жапырақ, мынау кейінгі шыққан 2 жапырағы өте үлкен болып шықты. Өте әдемі. Мінекей түбіндегі нені көрсетейін. Міне авокадоның дәні ортасынан шыққан жаңағы бұтағы. Оны сіздер менің бұрынғы видеоларымнан да білесіздер. Енді міне төбесінде, мінекей ақырын бүйтіп байқап қарайтын болсаңыздар, мінекей тағы да жапырақтарды ашып келе жатыр. Бұл жапырақтар жаңағы соңғы шыққан жапырақтар сияқты жалпақ болуы мүмкін. Мына жапырақтардың, алғашқы шыққан жапырақтардың жан-жақтары күйіп, мінекей қызарып қалды. Өйткені қазір күн ыстық, терезеде күннің алдында тұрғандықтан, мен тропикалық нелер болғандықтан, өсімдіктер болғандықтан, мен оны терезенің алдына ыстық керек шығар деп қойған болатынмын. Сөйтсем, олардың көбісінің жапырақтарының жан-жағы мынадай болып күйіп қалды. Бұл бірінші авокадо. Қазір келесі авокадоны көрсетейін. Бұл ең соңғы еккен авокадо. Ең соңғы еккен авокадо. Бұнда да жапырақтары әлі кішірек. Сонда да болса өсіп келе жатыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жапырағы бар. Мына жерден жоғарыдан тағы да бірнеше жапырақтар шығып келеді. Шықпақшы болып уже даярланып жатыр. Бұның жан-жағы әлі күйе қойған жоқ. Күнге күйген жоқ бұл өсімдіктің жан-жағы. Міне мынадай. 3-ші авокадомды көрсетейін қазір сіздерге. Бұл менің ең бірінші өсірген авокадом. Мінекей түбіндегі дәніне қарайтын болсаңыздар, міне домалақ дәні бар. Бұл авокадоның жапырақтары тым үлкен тұғын. Тым өте үлкен тұғын жапырақтары. Жалпақ. Мынау неліктен мынадай болды деп ойлайтын болсаңыздар, күнге прямо қурап, нәзік қой жапырақтары. Күнге қурап кеткен екен, мен сол қураған жақтарының бәрін қырқып тастадым. Жаңағы өте қатты күйеді екен. Ол қырқып тастаған жапырақтар мінекей. Мынадай қылып, міне қараңыздар. Мынадай қылып, міне қырқып тастадым. Мыналардың барлығы осы жаңағы менің авокадоның жапырақтарының жан-жағы міне. Қырқып тастадым. Вида онша болмасын деп, міне қараңыздар сонда. Қаншама мына салафанның, бутылкада қаншама жапырақтарды мен қырықтым, міне қолымда тұр. Өте не болды? Өте аянышты болды әрине. Бірақ енді бұл қураған жапырақты гүлдің түрі не болмасын деп, өзгермесін деп, нашар болмасын деп, мен оларды қырқып тастадым. Бірақ мінекей бұдан да жаңа жапырақтар жайқалып өсіп келеді. Бұл да кейін енді қатты күн көзіне, тікелей күн көзіне қоймайтын болдым авокадомды мінекей. Бұның да бойы 30 сантиметрден асып барады. Бұны мен енді қатты ыстыққа қоймайтын болдым. Кішкене көлеңкелеу жерге қоямын. Өйткені тропиктік жақтарда, мынау Сахара сияқты қатты тікелей ыстық болмайды. Ол жерде жаңағындай өте өсімдіктерге
жаңағы өте лайықты сондай қажет температураны болады екен тропика жақтарда. Тым қатты ыстық болмайды, жаңағы өсімдіктердің өсуіне лайықты, жаңағы өздеріне тым қатты ыстық болмайды екен. Сондықтан өздерінің табиғи жағдайын жасауға тырысамыз. Келесі біздің өсімдігіміз бұл анар ағашы. Анар ағашын мен қазір көрсетемін сіздерге. Мынау анар ағашы, бұның бойы жарты метрге дейін жетеді. Мінекей жапырақтары, көркейіп өсіп жатыр анар ағашы. Бұл анар ағаш туралы бірнеше нелерді мен видеоларды түсіргенмін сіздерге арнап. Мінекей жапырақтары жаңағы өте көбейіп өсіп келе жатыр, жақсы өсіп келе жатыр. Мінекей қазір сіздерге бұны анығырақ көрсетейін. Мінекей анар ағашының жапырағы, мынау міне жіңішке стаканда тұр ғой бұл енді әзірге. Сонда дағы әдемі жайқалып өсіп жатыр. Бұны қазір мен жекерек жерге қойып көрсетейін, шетке. Мінекей былайынан көрсетейін. Мінекей анар ағашы. Алғашқыда мынау бір ғана сабақ болған жерге дейін, одан кейін 2 айырылды сабақ, одан кейін 2 сабақ 4 айырылды. Міне енді бүгінгі таңда сол 4 айырылған неден осылай шығып жатыр жапырақтар. Бұл анар ағашы. Анар ағашының биіктігі жарты метрге дейін жетті, мінекей жерден бастап санағанда. Енді мына жерде тағы да анар ағашының бұтақтары өсіп жатыр. Міне жаңадан отырғызған. Бұл осылай. Келесі жаңағы менің бірі бізде мынау өсіп жатқан құрма ағаштары. Мына жерде 12 түп өсіп тұр. Осы 12 түпті енді алды жарты метрге дейін ұзарып қалды. Мінекей осылай өсіп жатыр. Бүгін мен осы өсімдіктерді жаңағы бір рет немен жаңағы марганцовкамен суарғым келіп, осындай барлығын шығарып отырмын. Міне авокадолар, мінекей жаңа барлығын айттым ғой, имбир, мінекей осылай бұлар өсіп жатыр. Мына жерде міне мандарин ағашы, мінекей барлығы бір жерде тұрғасын. Кішкене мынау жаңғақ ағашын айттым бұл туралы. Мінекей кухняда тұрғандар ғой, осының барлығы соны сіздерге көрсетіп жатырмын. Жаңа міне тағы да бір жаңағы мынау не ағашы, алма ағашы. Салтанат алмасы бар ғой, кәдімгі жейтін қызыл, ақшыл, сары араласқан, сарысы, қызылы бар. Осы әдемі салтанат алмасы. Мінекей қазір біз бұлардың барлығын неге суарамыз. Қазір жаз уақыты болғаннан кейін жаңағы бұл гүлдерді кішкене өзім марганцовкамен, міне марганцовка суын дайындадым, қызғылт түсті. Мынау бірақ қоңыр стаканда болғасын көрінбей жатыр ау деймін. Мынау қоңыр стаканда дайындадым. Енді осыны міне барлығын бір рет осы марганцовкамен суарып алғым келді. Марганцовкамен. Өйткені жаз кезінде жаңағы әртүрлі жаңағындай шыбын-шіркейлер мүмкін, әртүрлі жаңағы микроорганизмдер жақсы дамиды ғой. Сондықтан жаңағы не болсын деп, аман есен болсын, топырағында жаңағыдай құрт-құмырсқалар жиналмасын деген сияқты мақсатта осылай марганцовканың суымен суарып жатырмын. Неге қазір неге құяйын мені барлығына әр ыдысқа өзінің қажетінше құйып жатырмын. Үлкенірек ыдыстарға көбірек, кішірек ыдыстарға азырақ дегендей. Неге міне суарып та болдық. Егерде осы менің өсіріп жатқан экзотикалық жемістерім сіздерге ұнап жатқан болса, өздеріңізге пайдалы кеңестер алып жатқан болсаңыздар, онда
каналымызға лайк басып, және жазылуларыңызды сұраймын. Тағы да басқа, бұдан да басқа жаңағы видеоларды келесі жолы түсіремін. Енді тағы да қалған видеоларды ана жақта лимон, апельсин, мандарин өсіп жатыр. Оларды бөлек көрсетемін. Олар бөлек басқа комнатада. Жақсы, сау болыңыздар.